атам Әбдіғаппардың 1971 жылы шыққан бір ақсұр москвичі болды. Сонау Мәскеуден Мырзашөлге дейін өз айдап әкелген. Бірақ енді ол бөлек әңгіме, бөлек қисса. Айтайын деген бұл енді 90-шы жылдардың әңгімесі ғой. Ол кезде қазіргідей көліктер көп емес, бірақ қара жолда қол көтеріп тұратын жолаушылар аз емес еді. Атам үнемі адамдарды ала кететін, бірақ бір қызығы ешқашан өз басым кісілерден, жолаушылардан жол ақысын, жол көре алғанын көрген емеспін. Әлгі бір буаз сиырлардай ырғатылып әрең жүретін пазик автобустар болмаса, жүрдек таксилердің жоқ кезі ғой. Әлгі жарлы балықшының жамау қайығы сияқты қалт-құлт еткен 90-шы жылдардың қақ ортасы. Ол кезде ешкім, оның ішінде біздің әулеттің де бір әлеуметтік жағдайы құйқылжып тұрмағаны белгіледі. Әлгі балалықпен сол беріп тұрған ақшаны неге алмайсыз деп сұраймын ғой жолаушылардың. Әбекең қысқа ғана қажет емес деп қоятын. Кейін қарап отырсам, осының өзі бір мұсылманшылық, қолыңнан кеп тұрған жақсылығыңды жасап, шашылып жатқан сауаптарды теріп кете беру екен ғой. Жолаушы кемі бір рахмет айтып түсіп қалады, жөн білетіндері бір бала-шағаңның қызығын көр деп батасын жаудырып, жөніне кете барады. Ол кезде біліппіз ба, ақшадан гөрі алғыс қымбатырақ екен ғой. Әрі сол кезеңдерде басқаларда емес, бізде ғана болған көліктің де Құдай алдындағы бір сұрағы бар емес пе? Байдың малында кедейдің де ақысы бар дейтін бабалардан қалған нақылды менің атам білмеді емес қой. Айналаңдағылардың да жағдайын ойлаудың қолыңнан келгенше оған да болсын деп тұратын кісілік қазіргі кезде бір сирек кездесетін құбылысқа, экзотикаға айналып бара жатыр. Ұлымызға үйретуіміз керек, өзіміздің де бойымыздан табылуы тиіс қасиет осы. Ол үнемі жақындарымызға қолғабыс қылу және жалпы адамдардың пайдасына жарау жігіттер.